Бүгін Шымкент қаласы әкімінің жанындағы әйелдер істері және әлеуметтік демографиялық мәселе жөніндегі комиссия мүшелері өзіміздің ауырларымызға, Солтүстік Қазақстан облысына өз гуманитарлық көмек жіберуде. Бұл гуманитарлық көмекті бүкіл Шымкент қаласының әйелдері, іскер әйелдері өзінің көмегін беріп жатыр. Соған үлкен рахмет. Шымкент қаласындағы комиссия мүшелері осы жұмысқа жұмылдырды және де өзіміз қолымыздан келгенше көмек көрсетудеміз. Оның ішінде біздің университетте бар, өйткені біз 5 мемлекеттік гранттың орнына өзіміздің грантты бөліп жатырмыз. Солтүстік Қазақстан облысында зардап шеккен аудандардан балдар бізге оқуға келсе, біз оларды қабылдауға дайынбыз. Және өзіміздің жатақханамыз, 12 этажды жатақханамыз бар. Сол жерде жаз бойы оларды қабылдауға дайынбыз.